бұл оказывается бұл кәдімгі патша заманынан бері енгізілген кәдімгі жоба екен. Мына мен мысалдарын келтірдім. Мысалы, қазақтың ең батыры көп, ең саны көп, ең зиялының көп берген бөлігі наймандар, дұрыс па? Ал енді алады бүкіл қазақты соған не қылып қойғанда оппозиция. Ол қолдан енгізілген екен бір бөліп алда билей бер деген ақпатша заманда кәдімгі қолдан жасалған нәрсе. Мына кітаптың ішінде мен оның кімдердің қалай ақпатша заманда жасалғанын жаздым. Ал енді Шымкентке қатысты нәрсе, Шымкентке қарсы қарсылықты ол Совет одағының несі екен, проект екен. Олар көреді, қай жерде әулиелі жерлер, қай жерде бүкіл идеологиялық тұлғалар қай жерде жерленген. Мысалы, Түркістанда бүкіл осы жерде отырған бәріміздің ата-бабамыз жерленген жерде, мысалы, Түркістанда батырларымыз, билеріміз жатыр. Демек, сол жаққа негатив қалыптастыру керек дейді. Сөйтіп, жоспарлы түрде кәдімгі жасалған нәрсе екен. Одан кейін 86 жылы бұл кәдімгідей Кремльден қолдан тапсырмамен келіп, мен ана тарихи фактілермен сөйлеген жерлерім бар. Фариза апамыз деп отырған сол біраз осындай зиялы қауымдардың көзімен көрген, билік эшелонында жүріп, қалай ендірілген көрген адамдардан мысалдар келтірдім, цитаталарын келтірдім. Яғни бұл біздің сырттан қазақтың басын қоспай ірітуші жобалар. Енді біз соны түсініп, ірітуші жоба екен, біз соның паровозына көмір тастамауымыз керек. Ал өкінішке орай біз біліп білмей соның сырттан енгізілген жобалардың орындаушылар болып жүрміз да, мысалы. Анау батыс ойбай дикий деп ол да қолдан енгізілген нәрсе. Шығыс андай екен, батыс андай екен, орталық андай екен, солтүстік мындай екен дейді, бір-бірімізбен қырылдырып, әскерге барса әскерде төбелесіп, студент болып жүрсе, әсіресе Алматыда мысалы, Алматыда атысып, шабысып, бір-бірін өлтіріп, сондай нәрсе жасап қойғанда қолдан. Ал шын мәнінде келгенде бір қазақтың антропологиясында, менталитетінде ешқандай айырмашылық жоқ, бірдей. Тіптен бізде диалект жоқ, өздеріңіз білесіздер, тіл мамандары болса. Бізде диалект деген ол басқаша ұғым ғой, ол диалект жоқ бізде. Аздаған бір жұмсақ, біреуімізде жұмсақ сөйлеу, сәл аздап дыбыстау, біреу қатқыл сөйлеу, біреу дауысын көтеріп сөйлеу деген секілді болмаса, 5-6 ғана сөздердегі айырмашылық болмаса, бізде диалект жоқ.